2024 желтоқсан айында біз құрылысты бастап кеттік. Қазір міне құрылысымызды аяқтап, толықтай студенттерімізді қабылдауға дайынбыз. Енді жалпы общежитиеге келетін болсақ, 400 баланы қамтамасыз ете аламыз. Құрылыс барысында біз 300 адам жұмыспен қамтамасыз еттік. Дәл қазіргі таңда общежитиеміз ашылғалы жұмыс жасайтын адамдар 14 адам болады. Нормасына сүйене отырсақ, әр балаға 6 квадрат метрден беріледі. Бізде бір бөлмеде 24 квадрат. Бірақ біз соған қарай тұра, бір бөлмеде 3 баладан жатқыздық. 2 блокқа бөлінеді, әр қабаттарда жаңағы өздерінің жеке карталарымен ғана кіре алады. Балалардың бос уақытын дұрыс қолдана білу мақсатында осындай коворкинг жасадық. Бізде 12 тамызда күні ашылу рәсімі болды. Біз жерде Саясат Нұрбеков келіп алғысын білдіріп, өзінің лебізін білдіріп кетті. Астана қаласының әкімдігіне және де Астана даму орталығына өз тарапынан алғысын білдірем. Себебі біздің бағдарлама ол кісілердің қолдаусыз іске аспас еді. Құжаттарды рәсімдеу, қазіргі эксплуатация енгізу кезінде өте жақсы көмек болды. Мекен-жайымыз Пушкина 13А. Келіңіздер, оқыңыздар, білім алыңыздар. Күтеміз.